Мен Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы, жоғарғы санатты химия пәні мұғалімімін. Сіздердің назарларыңызға 7-ші сыныптарға арналған физикалық және химиялық құбылыстар тақырыбындағы сабағымды ұсынамын. Саламатсыңдар ма оқушылар, отыра қойыңдар. Бүгін сыныпта кім кезекші? Айта ғой, Шапағат. Бүгін сыныпта мен кезекшімін, сыныпта бүкіл оқушы түгел. Рахмет, отыра ғой. Сонымен балалар, сендерге тамаша көңіл күй сыйлай отырып, біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың ең алдыменен сендерге сабақ жоспарыменен таныстырып өтейін. Бүгінгі сабақта біз үй тапсырмасын қар лақтыру ойыныменен ойнаймыз. Ағылшын терминологиясымен танысамыз. Білім-ленд сайтында видеоматериалдар көреміз. Постермен жұмыс жасаймыз, химиялық диктант жазамыз, тәжірибе жасаймыз және 3Q кестесін толтырамыз. Ең алдымен қазір 3 топқа бөлініп алайық. Барлығымыз келіп, мына жердегі парақшаларды алып, сәйкес суреті бар топқа барып отырамыз. Қай суретті таңдап алдыңдар, сол топтағы суретке сәйкес отырамыз. Бүгінгі сабақты мына келесі бағалау критерийі бойынша дескрипторларды пайдаланып, әр топ басшысы өз тобындағы мүшелерді бағалап отырасыңдар. Соңында топ басшысы топтағы топ мүшелерінің жинаған балыменен ортақ бал шығарасыздар. Яғни бұл жерде әр тапсырмаға дескрипторлар берілген, осы дескрипторлар бойынша топтағы жауап саны бойынша бағалайсыңдар. Яғни, мына берілген парақшаларда бізде сұрақтар берілген үй тапсырмасына байланысты. Осы парақшаны домалақ қылып қарға айналдырып, бір-бірімізге, әр топ бір-бірімізге лақтырамыз. Сөйтіп, тоқта деген сигнал келген кезде барлығымыз тоқтаймыз де, кімде, қай топта қандай сұрақ түседі, сол сұрақтың жауабын айтасыңдар. Түсінікті ме? Умаждап, домалақтаймыз да, бір-бірімізге лақтырамыз. Тоқта деген кезде ғана барып сұрақты ашамыз. Ал, мұжимыз. Сөйтеміз де бастаймыз. Лақтырамыз. Бұл лақтыра береміз. Барлығымыз лақтыра береміз. Қоспа дегеніміз не? Қоспа дегеніміз екі немесе одан да көп заттардан тұратын жүйе. Таза зат дегеніміз не? Таза зат дегеніміз тек қана бір элементтен тұратын зат. Қоспа нешеге бөлінеді? Қоспа екіге бөлінеді. Бір текті немесе әр текті. Қоспаны бөлу әдістерін ата. Магниттеу, тұндыру, буландыру, сүзу, айдау, қайта кристалдау. Химия пәні химиялық құбылыстармен бір заттың екінші затқа айналуын оқытады. Балалар, барлығымыз тақтаға қарап ой қозғайықшы. Мына тақтада ненің суреті бейнеленген? Қалай ойлайсыңдар? Не бейнеленген? Мерей, не бейнеленген? Бұл суреттерде жанар тобының атқылауы, ескірген көлік, сондайды көріп тұрмыз, суретті. Жаслан, сен қалай ойлайсың? Стақанның сынуы, балмұздақтың еруі, құбылыстарға қатысты деп ойлайсың ба? Дұрыс, тағы кім қандай ой қосады? От жануы, қар жауып жатыр және де әйел адамның айнаға Отыра ғой. Яғни бұл жерде осы суретте не бейнеленген екен? Нелер бейнеленіп тұр? Құбылыстар бейнеленіп тұр екен. Бұл суреттерде құбылыстар бейнеленген. Дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте құбылыстар бейнеленген екен. Жалпы бүгінгі өтетін сабағымыз осы құбылыстарға байланысты екен. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы физикалық және химиялық құбылыстар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді қойып, тақырыпты жазып аламыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты балалар физикалық және химиялық құбылыстарды анықтау, физикалық және химиялық құбылыстарға мысалдар келтіру және физикалық және химиялық құбылыстарға зерттеу жұмыстарын жүргізу екен. Енді жалпы интернет желісінде болсын, әдебиеттерде болсын, бізде химия сабағына байланысты материалдар ағылшын тілінде өте көп кездеседі. Сондықтан химиядан берілген ағылшын мәтінді дұрыс түсіну үшін бізге осы бүгінгі сабаққа байланысты ағылшын терминологиясын білуіміз керек екен. Сонымен бүгінгі сабақтың ағылшынша терминологиясымен танысайық. Chemistry – химия, chemical change – химиялық құбылыс, physical change – физикалық құбылыс, change
құбылысты басқаша өзгеру деп те атаймыз. Substance заттар. Әрі қарай, please, Жаслан, read. Қасиеттері loss of deposit, тұнбаның суы, allocation of heat, жылудың бөлінуі, liberation of gas, газдың бөлінуі. That's enough, please, Шапағат. Change in color, түсінің өзгеруі, allocation of light, жарықтың бөлінуі, variation of smell, иістің пайда болуы. Chemical change, physical change. That's enough, please, Шынар. Change substance, properties, loss of deposits, allocation of heat, That's enough, Мерей, please. liberation of gas, change in color, allocation of light, variation of smell. That's enough, please. Нұржан, соныменен заттар дегеніміз не екен ағылшын тілінде? Substance, окей. Енді келесі осы физикалық және химиялық құбылыстар туралы біз толық мағлұмат алу үшін Білім Ленд сайтындағы видеоматериалдарды көрейік. Судың физикалық өзгерістеріне қату, балқу және булану жатады. Мұз, сұйық су және су буы бір заттың дәлірек айтсақ, екі сутегі атомы мен бір оттек атомынан тұратын су молекуласының әртүрлі агрегаттық күйлері. Яғни тарелка сынған, қағаздың жыртылғанының барлығы олар қандай құбылысқа жатады екен? Физикалық құбылысқа жатады екен. Келесі видеомыз магний оңай өңделетін металл. Біз қайшымен магнийдің жұқа қабатын оңай кесіп ала аламыз. Кішкентай магний жолағын жанарғы жалынына жақындатқанда не болатынын тексерейік. Магний жары көз шағылыстыратын жалынмен жанады. Жану кезінде алынатын өнім магнийден мүлдем өзгеше болады. Ол металды жылтыры жоқ ағында. Алынған өнім өзгеше химиялық қасиеттерге ие жаңа зат. сонымен бұл екінші видеода біз қай құбылысты байқадық? Химиялық құбылысты, дұрыс айтасыңдар. Химиялық құбылыс дегеніміз ағылшын тілінде қалай болады екен? Chemical change болады екен. Дұрыс, өте дұрыс. Бірінші белгі газдың бөлінуі екен. Екінші белгіміз түсінің өзгеруі. Жылу бөлініп жатыр екен және тұнба түзіліп жатыр екен. Егер де құбылыста біз осы төрт нәрсені байқайтын болсақ, онда ол қай құбылысқа жатады? Химиялық құбылысқа жатады. Егер де осы төрт құбылыстың ешқайсысы да байқалмайтын болса, онда ол қай құбылысқа жатады? Физикалық құбылысқа. Төрт белгінің төртеуі де сол бір құбылыста байқалу керек деген сөз емес. Мысалға, осы төрт құбылыстың біреуі байқалатын болса, онда оны қай құбылысқа жатқызамыз? Химиялық құбылысқа жатқызады екенбіз. Постермен жұмыс жасаған кезде сендерге суреттер беріледі. Осы суреттердегі құбылыстарды қай құбылысқа жататынын бөліп жазуымыз керекпіз. Түсінікті ме? Ал бастаймыз. От тобы бірінші бастайды, қалған екі топ тыңдаймыз. Біріншісі бізде физикалық құбылыстар. Бірінші шкафтың еруі, екіншісі қардың жауы, ал үшіншісі болса жаңбырдың жауы. Ал химиялық құбылысқа қамырдың ашуы, көліктің төрт басуы және газдың бөлінуі жатады. Дұрыс, өте дұрыс. Келесі балмұздақ тобы, жауаптарың. Химиялық реакцияға оттың жануы, яғни оның басқа затқа айналуы, заттың төрт басуы, газдың бөлінуі және түсінің өзгеріп жапырақтың сарғаюы жатады. Физикалық құбылысқа мұздың еруі, шынының сынуы, жаңбыр жауы, балмұздақтың еруі және де ағаштың бөлінуі. Және қағаздың жыртылуы жатады екен. Енді топтар қараймыз, жауаптары дұрыс па? Физикалық құбылыста қате жоқ деп есептейміз, ал химиялық құбылыста қандай қате бар? Айбану айта қойшы. Химиялық құбылыста судың буға айналуы физикалық құбылысқа жатады екен. Яғни бір қате бар екен, отыра қойыңдар. Келесі, үшінші топ, шыны тобы.
постерімізбен таныстырайық. Физикалық және химиялық құбылыстар. Химиялық құбылысқа түстің өзгеруі, Дұрыс. орманың өртенуі, Жылудың бөлінуі және тұнбаның түзілуі. Физикалық құбылысқа булану, судың мұзға айналуы, және де жаңбыр жатады, жапырақтың түсуі, тарелканың сынуы. Бұл жерде жапырақ түсіп жатыр ма? Түсі өзгеріп жатыр. Сонда жапырақтың түсінің өзгеруі қандай? Химиялық құбылысқа жатады екен. Шыны тобында да бізде бір қате бар екен. Келесі тапсырмамыз бізде химиялық диктант. Яғни химиялық диктантты жазу үшін бізге ағылшын тіліндегі мәтін берілген. Біз Білім Ленд сайтындағы ағылшынша видеоны көру арқылы көп нүктенің орнына тиісті сөзді жазамыз. Ал енді барлығымыз химиялық диктантты жазып болсақ, балмұздақ тобынан Адема, please, оқимыз және аударамыз. Ал басқаларымыз парақтарымызды Адеманың жауабыменен тексеріп отырамыз. Please, Адема, start. In a physical change, appearance of form changes, but substance remains same. Физикалық құбылыста оның түр-келбеті, формасы, пішіні өзгергенімен, оның ішіндегі молекулалары, яғни заттың өзі өзгермей сол қалпында қалады. Ice melting on water, water evaporation, water vapor. Мұз еріп суға айналады, ал су буланып, газ тәрізді күйге ауысады. All the products formed are still forms of water. Hence, this is a physical change. Барлық өнімдер, яғни мұз, су, газ тәрізді судың булануы, бұл судың агрегаттық күйлеріне жатады. Яғни бұл физикалық құбылыс. These broken pieces are all still parts of a plate. Hence, this is a physical change. Яғни сынған тәрелкенің сынықтары да бұл тәрелкенің бір бөлігі. Яғни бұл да физикалық құбылысқа жатады. When wood burns, chemical reaction takes place. New substance gets formed. This is a chemical change. Here, the substance change. Біз ағашты жандырған кезде химиялық реакция жүреді. Яғни бұл жерде заттың молекулалары, яғни жаңа зат түзіледі. Өзгеріп жаңа зат түзеді. Яғни бұл химиялық құбылыс. Look at car. Over time, chemical reactions have taken place resulting in rusting. This is a chemical change. Көлікке қарайтын болсақ, уақыт өткен сайын ол тот басып, бұл жерде химиялық реакция жүрген. Яғни бұл тот басқан. Бұл да химиялық құбылысқа жатады. When we light a matchstick, combustion reactions takes place. This is a chemical change. Біз сіріңкені жаққан кезде де бізде химиялық реакция орын алады. Thank you, Адема, very good. Енді бізде келесі тапсырмамыз зертханалық жұмыс. Зертханалық жұмыстың тақырыбы химиялық реакциялардың белгілерін зерттеу. Зертханалық жұмыстың мақсаты химиялық және физикалық құбылыстардың белгілерін қарастыру. Яғни бірінші тәжірибеде біз балауыздың еруін бақылайды екенбіз, ал екінші тәжірибеде ас содасы менен сірке суының әрекеттесуін бақылайды екенбіз. Сөйтіп анықтаймыз. Химиялық құбылыс жүрді ма, жоқ әлде физикалық құбылыс жүрді ма. Барлықтарыңа
зертханалық жұмыс парағы берілген. Яғни мына жерде QR кодта осы тәжірибенің жасалуының видеоматериалда көруге болады. Түсінікті ма? Яғни мен қазір сендерге енді бұл жерде тәжірибені жасап көрсетемін. Сол көрсетіп көрген құбылыстарыңды осы параққа толтырасыңдар. Техника қауіпсіздік ережелерімен біз танысқан болатынбыз. Барлық техника қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, біз тәжірибемізді жүргіземіз. Тәжірибе жүргізген кезде еш уақытта артық зат болмауы керек. Енді от жалынында ұстаймыз, яғни бірінші ыдыстың бойын қыздырып аламыз, сөйтеміз де балауызды ерітеміз. Міне, еру процесі басталды. Қалай ойлайсыңдар? Қазір қай құбылыс жүріп жатыр? Физикалық құбылыс, иә? Балауыз не істеп жатыр? Еріп жатыр. Яғни міне, қатты балауызымыз, яғни қатты агрегаттық күйдегі балауыз қандай күйге өзгерді? Сұйық күйге өзгерді. Молекулалар өзгерді ма? Жоқ, өзгерген жоқ. Не өзгерді? Агрегаттық күйі ғана өзгерді. Міне, сұйық күйге айналды. Яғни бұл қай құбылысқа жатады екен? Физикалық құбылысқа жатады. Ағылшын тілінде физикалық құбылыс қалай болады екен? Physical change болады екен. Дұрыс. Химиядағы кездесетін ерітінділер болсын, қатты заттар болсын, қолмен ұстауға болмайды, иә? Сондықтан арнайы күрекшеменен ас содасын алып ыдысқа саламыз. Сөйтеміз де оның үстінен міне кәдімгі тамаққа қолданылатын ас сірке суын пайдаланамыз, үстінен құямыз. Яғни бұл жерде бізде не бөлініп жатыр? Газ бөлініп жатыр екен. Яғни газ бөлінді деген сөз бұл жерде қай құбылыс жүріп жатыр, Нұржан? Химиялық. Ағылшын тілінде әдемі қалай болады екен? Chemical change. Сонымен бүгінгі сабағымызды еркін микрофон әдісіменен қорытындылайық. Берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: құбылыстар нешеге бөлінеді? Құбылыстар екіге бөлінеді, физикалық және химиялық. Химиялық. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Екінші сұрақ, әдемі. Физикалық құбылыстар дегеніміз не? Физикалық құбылыстар тек қана пішінін формасын өзгерткен құбылыстар жатады. Дұрыс. Молекулалары өзгермейді. Дұрыс. Келесі сұрақ: химиялық құбылыстар дегеніміз не, Айбану? Химиялық құбылыстар дегеніміз бірінші заттың екінші затқа айналуын химиялық құбылыстар деп айтады. Қандай белгілері бар екен? Оны түстің өзгеруі, тұнбаның түзілуі, жылудың бөлінуі, газдың бөлінуі. Дұрыс айтасың. Келесі, сүттің ашуы қай құбылысқа жатады? Кім айтады? Сүттің ашуы, Мерей? Сүттің ашуы химиялық құбылыс. Химиялық құбылысқа жатады екен. Дұрыс. Судың қатуы қай құбылысқа жатады? Шапағат? Физикалық құбылысқа жатады екен. Келесі, темірдің майысуы қай құбылысқа жатады, Нұржан? Физикалық құбылысқа жатады екен. Темірдің тот басуы қай құбылысқа жатады? Жаслан? Химиялық құбылысқа жатады екен. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгінгі сабақта физикалық және химиялық құбылыстар туралы жалпы мағлұмат алдық, оларға мысалдар келтіре алдық және де оларды бір-бірінен ажырата алдық. Бүгінгі сабақта маған сұрақтарың бар ма? Жоқ, барлығы түсінікті болды ма? Енді барлығы түсінікті болатын болса, бүгінгі сабақты топ басшылары бағалаймыз. Жасұланға 10 балл берем. Ол сабаққа өте белсенді қатысты. Алижанға 9, Сернарға 8 балл беремін. Жанагүлге 8 балл, Қалыш Әдемаға 9 балл, Құлынбайға 9 балл қойдым. Шынар 10 балл, Мерей 8 балл, Нұрдина 7 балл. Келесі, бүгінгі сабақты қорытындылау үшін сендер маған кері байланыс жазып беріңдер. Бүгінгі сабақта саған не қызықты, не құнды, не қиын болды? Бүгінгі сабақта маған постермен жұмыс жасаған ұнады. Ал құныздан физикалық құбылыспен химиялық құбылысты жасаған болды. Осы сабақта маған қызықты болған біздің тәжірибе жұмыс жасағанымыз және біздің топтасып жұмыс жасағанымыз. Құнды ол менің физикалық және химиялық құбылыстарды ажырата алуым. Қиындығы ешқандай затынан қиын көрмедім. Ал сонымен балалар, бүгінгі сабақтан барлығы да түсінікті болған болса, ешқандай қиындық болмаған болса, барлығы түсінікті болған болса, онда біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Осы сабаққа атсалысып қатысқандарыңа, барлықтарыңа көп-көп рахмет. Хош, сау болыңдар.